Қайырлы күн оқырмандар, сіздерге бүгін нағыз итальяндық пастаның рецептісімен бөлісемін. Осы рецептімен жасап көрсеңіз, үйдегі жандарыңыз қайта-қайта сұрайтын болады. Ең алдымен суымызды кастрөлге құйып, қайнатып, пастамызды 7 минут, яғни аль денте деп атайды. Ол дегеніміз езілмей піскенге дейін пісіріп аламыз. Піскен соң дұршлагымызға салып, бір шетке қойып қоямыз. Келесі пиязымызды кішірек қылып турап, кейін тауықтың төс етін немесе семга, форель балығын дәл осылай етіп ұзынша форматта турап аламыз. Табамызға сарымай салып, бірінші пиязымызды қуырып, одан соң тауығымызды салып, жақсылап піскенше араластырып қуырып аламыз. Міне тауығымыз пісті, енді оған сарымсақ және сливкиді құйып, қайнаған соң сырымызды салып, барлығын араластырып, қоюлағанша қайнатамыз. Кейін оған жаңа пастамызды салып, қалауыңызша ақ желкен шөбін қосып, жақсылап бір араластырамыз. Міне пастамыз татымды боп, сондай дәмді боп шықты. Енді оны осылай тарелкемізге шаңышқының көмегімен орап, әдемілеп саламыз. Қалауыңызша черри қызанағы және анармен әсемдесеңіз болады. Асыңыз дәмді болсын.